Бәріне сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері сіздермен видеоға шықпағалы көп болды. Бүгінгі видео мен айтатыным бұл жерде кітап туралы болмақ, және барлық дерлік жас балдар болсын, оқушылар болсын, ересектер болсын, соларға арналған керемет сайыс өтіп жатыр. Басталды деуге болады. Білмей жатсаңыздар, сол туралы айтып кетпекпін. Жалпы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына қарсағына байланысты шұғыла қорының демеуімен, бастауымен және басқа демеушілердің қолдауымен Дария дамыту орталығын ұйымдастырып отырған тұлға боламын деген атты сайысы ұйымдастырылып отыр. Бұл сайыста жалпы 700-ден астам жүлделер тігілген. Оның ішінде MacBook бар, iPad, Apple Watch және басқа да ноутбуктар, және де саяхат сияқты түрлі жүлделер бар. Және сіздерді барлықтарыңыз осы сайысқа қатысуға шақыру мақсатында осы видеоны түсіріп отырмын. Жалпы сайыстың негізгі мақсаты осы барлық қазақ халқын, қазақ бауырларымыздың барлығын кітап оқуға шақырып, жалпы кітапты қолға алуды көздеу мақсатында жасалып отыр. Бұл сайыс жалпы 4 номинациядан тұрады. Біріншісі оқушылар 3 топ, және одан кейін ересектер 1 топ. Бірінші, яғни оқушыларға 1-3 сынып аралығында 1 топ, 4-7 сынып аралығында 1 топ, және 8-11 сынып аралығында 1 топ болып ұйымдастырылады. Және ересектерге, студенттер мен одан жоғары жастағы адамдардың барлығына 1 топ болып ұйымдастырылады. Жалпы кезең, бұл сайыс 3 кезеңнен тұрады, және 4-шісі, соңғысы финал болып табылады. Жалпы бірінші кезең, яғни бұл сайыстың мақсаты кітап оқу, кітап оқып тест тапсырасыздар. Және әр 3 кезеңнің 3 түрлі кітап бар. Бірінші кезең 10-на басталды, осы сәуір айының, ол мамыр айының 15-не дейін жалғасады. Тест күні 15-і болады. Одан кейін екінші кезең мамыр айының 16-сында басталады да, тест уақыты маусым айының 12-сінде болады тест. Ал үшінші кезең осы 13-нен басталып, маусым айының шілде айының 10-да тест болады. Және финал, соңғы шешуші кезең, ол 17-сі, яғни шілде айының 17-сінде болады. Жалпы әр кезеңде өзінің оқылатын кітаптары бар, және манағы айтып кеткен әр топтарға байланысты әр түрлі кітаптар, жас ерекшелігіне байланысты әр түрлі кітаптар қойылған. Яғни адамның оқуына ыңғайлы болу үшін. Мысалға 1-3 сыныптарға оқушыларына Марат Қабанбаев жазушының «Сурет салғым келмейді» деген шығармасы оқытылады сол сайыста, сол сыныптар аралығында оқушыларға. Ал 4-7 сынып оқушыларына бұл да Марат Қабанбаевтың «Пысық болдым мінеки» деген кітабы оқытылады. Ал 8-11 сынып аралығында Мұхтар Әуезовтің «Қараш-қараш оқиғасы», ал ересектер тобына Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» атты шығармасы қойылып отыр екен. Және осы кітаптарды оқып, манағы айтқан тест уақыттарында тест тапсырылады. Одан кейінгі сайыс, яғни екінші кезең, үшінші кезеңнің сайыстарындағы кітаптар әлі белгіленген, бірақ ол әлі айтылмай отыр. Себебі кейбір адамдар енді болады ғой, алдын ала кітапты біліп алғаннан кейін, алдын ала сол мысалы тек үшінші кезеңге қатысамын деп дайындалып, сөйтіп жарысқа қатысуы мүмкін. Сондықтан жарыс әділ өту үшін тек бірінші кезеңнің кітаптарын ғана беріп қойып отыр екен. Және сіздерге қызығы жүлделер. Қандай жүлделер қойылған? Яғни әр кезеңнің қатысқанда бірінші және 50-ші орын алған, яғни ең жақсы жауап берген және тез уақыт аралығында жауап берген адамдардың арасында бірінші және 50-ші орындар аралығында 5000 теңгеден беріледі. Және соңғы шешуші кезеңде, ең соңғы кезең бұл офлайн түрде өтіледі, яғни барып тапсырады адам, қатысып тапсырады. Ал қалған 3 кезеңде де онлайн интернет, яғни ғаламтор желісі арқылы тапсырылады. Енді жеңіл жүлдегелерге келетін болсақ, офлайн тесттің, яғни шешуші кезең ғой соңғы, бұған 20 адам өтеді.
әр топтан және сол әр топтан өткен адамдарға жүлделер беріледі. Яғни 1-3 сынып оқушылар аралығында 1-3 орынға iPad, 4-10 орындарға велосипед беріледі. Ал 4-7 сынып оқушылардың арасында 1-3 орынға MacBook, ал 4-10 орынға велосипед беріледі. Және 8-11 сынып оқушылар аралығында 1-3 орынға Стамбулға саяхат, ал 4-10 орындарға Apple Watch беріледі екен. Ал ересектер тобына 1 орын және 1 орын алған адамға 2 адамға шетелге саяхат, және 2 орын алған адамға 500 мың, 3 орын алған адамға 300 мың беріледі. Ал 4-10 орын алған адамдарға ноутбук беріледі екен. Осындай жүлделері бар екен, жүлделері. Және осы барлықтарыңыз осы сайысқа қатысуларыңызды сұраймын. Және астыға сілтемесін қалдырып кетем. Сол сілтемеге кіріп, қарап, тағы толығырақ білулеріңізге болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Бұл сайысқа мен де қатысып бастадым. Тек менің де енді жүлдеге ниетім бар. Енді бұйырғаны болады деп отырмын. Жақсы, сау болыңыздар.